Рамазан шуағы атты акцияларымызды ұйымдастырып жатырмыз. Күніне 200-500 адамға дейін тапсырыс қабылдап, тіптен одан да көптер заказ қабылдап, мүмкіндігінше үйлеріне жеткізіп беріп жатырмыз. Өзіміздің курьерлеріміз бар. Осы Рамазан айында баршаңыздың тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын, Аллах тағалам қабыл етсін. Біз біргеміз. Биылғы Рамазан ерекше, мешіттер жабық. Бұрындары мешіттерде ауызашар болатын, бірақ өкінішке орай биыл жабық, бәрімізге мәлім. Жалпы мешіттер жабық болғанмен, жақсылықтың есіктері жабылған жоқ. Сондықтан қазір бізде қаладағы осындай мейрамханалар бар, асханалармен бірігіп бір ауызашар жасап жатырмыз. Біздің мешіттерде арнайы ораза ұстаған, әлеуметтік жағдай төмен, көп балалы отбасылардың бізде тізімі бар. Сондықтан мысалы осындай мейрамханаларға сіздер сұраныс берсеңіздер, біз дайындап берген тамақты сол ауызашар ораза ұстаған адамға біз апарып беруге дайынбыз. Қазір ешіміздің жанынан Шарапат деген еріктілер орталығы бар. Ол еріктілер сіздің үйіңізге дейін тамақты апарып беруге дайын. Кеше Нұр Сұлтан қаласы бойынша біз 1000 отбасыға тамақ апарып бердік. Біз әрдайым біргеміз. Рамазан айы берекелі ай, жақсылықтың, сауаптың есігін ашқысы келген адаммен бізге біргеміз. Сондықтан жалпы мешіттер жомарт жандармен бірге осындай мейрамханалардың, асханалардың ортасында әрдайым көпір болуға дайын.